Тарих куәгер, тарих сыншы. Біз ерте орта ғасыр кезеңде Орхон Енисей жазуларын пайдаландық. Кейіндері руникалық жазулар ысырылып, орнына 900 жыл бойы араб әліпбиін қолдандық. Біртұтас түркі алфавиті қаулысы негізінде 1929 жылдан бастап елімізде латындандырылған жаңа әліпбиге қол қойылды. 1940 жылдан бастап қазақ жазуын орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы заң қабылданды. 2017 жылы қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойылды. Бұл мемлекеттік тілдің болашағы үшін жасалған ең маңызды әрі ең дұрыс қадам. Тіл халықтың байлығы, асыл қазынасы. Тілдің тұғырын биіктетуге бірге атсалысайық.